өздеріңізге үлкен рахмет, құрметті көрермен. Бүгінгі келіп жеткен жұмадағы тілектеріңіз, дұғаларыңыз барлығы қабыл болсын, тек жақсы жаңалықпен апта аяқталсын дегіміз келеді. Және осы бір сәтті пайдаланып, біздің арамыздағы сұлуларымыздың бірі, өзі сондай нәзік, Ақерке қызымыздың туған күні. Ақерке келіңіз. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Ақерке, туған күнің менен. Енді Ақерке, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Сондай әдемі болып, керемет болып тұрсыз. Осы бір туған күніңіз сізге тек бақыт әкелсін, жақсылық әкелсін, және де керемет бір ер азамат жолықтырсын дегім келеді сізге. Сізге чемпион Кения Сансычайын сыйға тартамыз. Қара түйіршіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ, мінсіз сапа белгісіне ие болған шай өзіңізге өзге өлшемдермен бірге сыйға тартамыз. Бұған қоса, осы бір қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастықты өзіңізге сыйлаймыз. Міне сізге сондай киіміңізге де жарасып кеткен сияқты. Енді Ақерке, туған күніңіз құтты болсын. Сізге оқи қойыңыз, бұл жерде хаты бар екен. Ал сізге микрофон бере қойын. Әдемі құттықтаңыз деп жандостан өтініп беріп жіберген екен. Туған күніңмен біздің еркеміз Ақерке. Сені шын жүректен құттықтаймыз, сені жақсы көретін жанұяннан. Жанұяңыздан, және мынадай да әдемі тәтті торт, тағы да сыйлықтар бар. Сіз хаты алынбайды екен, мен ұстайын, сіз хатын оқи қойыңыз. Мына екінші жағынан ұстап. Ал, көрініп тұр ма? Акой жаным, туған күнің құтты болсын, саған бар жақсылықты тілейміз, сені әрқашанда қолдаймыз және жақсы көреміз. Құрбыларын Айдана, Мадина, Зарина, Гүлвира. Ой, құрбыларыңыз аман болсын. Осы біздің Айдана ғой, иә? Айдана, өзіңіз табыстасаңыз да болатын еді. Қыздармен бірігіп деп сыйлап жатыр екенсіздер. Балауса ханым, қайырлы күн. Бүгінгі туған күнмен құрбымыз Ақеркені шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпей, бақытты болып жүре бер. Өз теңіңді табуыңа тілектеспіз. Айтқаныңыз келсін. Ал туған күнмен осылай құттықтап жатырсызды, енді басталған бойда сыйлықтың астында қалып жатсыз. Ыңғайлысын өзіңізге алып кетесіз. Бұл осы орайда енді бүгін жұмаға келіп тұр екен, менің 26 жасым берекелі болсын деп таза ниетпен пісіріп келген болатын. Ой, жарайсыз. Бұл қатысушыларға? Қатысушыларға және редакция ұжымына. Жақсы. Бұл да бәрібір де сол тілектеріңіз, маған айтып жатқан тілектеріңіз деп жатсыз ғой, барлығы орындалсын деп жатсыз. Көп рахмет сізге де. Ал туған күніңізбен айта қойыңыз. Үлкен рахмет отбасыма, құрбыларыма, және де айтқым келетіні өмірдегі менің ең басты байлығым, ол менің жанымдағы адамдарым. Сендер бар болғанда мен әрқашанда бақыттымын, және де тек қана бақыттан жылаймын деп ойлаймын. Ал туған күніңізбен, ал жайғасыңыз. Мына торт ыңғайлы ма, әлде мына жерге қоя тұрайын, сіздер әзірге жайғасыңыздар. Енді кеше негізі біраз жігіттер құттықтаған екен, Ақерке, сізді туған күніңізбен. Тимурды көрдім, Абылайхан көріп қалдым. Ал? Саламатсыз, Балауса ханым, жұма мүбәрәк болсын. Кеше туған күніне құттықтап барған болатынбыз түнгі 12-ден кейін. Енді қуанышына бөлісейін деп, көңіл күйін көтерейін деген мақсатта бардық. Тағы да Ақерке, тағы да туған күнмен құттықтағым келіп отыр. Өмір жасың ұзақ болсын. Қайырлы жас болсын. Абылайхан неге жоқ? Қазір байқамай тұрмын, ойлаймын. Бәлкім әлі неге келмеді екен? Сіз білмейсіздер ме? Сіздер туған күнге барып құттықтаған екен. Ол ата-анасына шуға кетіп қалды. Шуға кетті. Ақеркені туған күнмен құттықтайсызсам бола ма? Ешкім қарсы болмаса,
қарсымыз. Ақерке туған күнің құтты болсын, бақытты бол, өмір жасың ұзақ болсын. Ең бастысы осы жобада келген мақсатыңды ұмытпа, адал жарыңды дәл осы жобадан тауып кетуіңе тілектеспін. Енді мына Тимур деген жігіт түсінбеймін да мен негізі ше. Жалпы бір үйде тұратын жігіттер түсінбеймін. Кеше сыртқа тамаққа шығып баратыр екен бұлар. 12-ні туралап ше. Не деген тамақ деймін да ол. Сөйтіп айтты, сендер Ақеркені құттықтауға баратсаңдар, айтыңдар, мен де барайын, қап кетпейін. Сол көптің ішінде болайын деп ем. Жөғей туған күнімен құттықтаған нес деп кетіп қалды да, бірақ жандарында Оразғали жүр да бұлардың. Оразғали не қып жүр? Сенде 3 қайнасаң сорпасы қосылмайтын адамдар жүрді бірге. Бірақ мені әкетіп кетті бұлар. О жердегі мақсат не болды мен түсінбедім да. Кішкене жігіттерге бір үйде тұрып, бір нан бөлісіп жүргеннен кейін кішкене реніш болып қалды осындай ше бір. Неге? Енді Ақерке бөтен адам емес. Айтып баратын болсаңдар, негізі реніші орында я. Біз бірақ туған күнімен құттықтаймыз деп барған жоқпыз. Білген жоқпыз ол негізі. Маған 12-ке таман Абылай хабарласты, мен үйде болдым. Не мақсатпен барғандарыңызды естиге? Негізі мен үйде болған адаммын, Абылай сырттан хабарласты маған. Бір адресті жіберді, осы жерге кел деп. Одан кейін барғаннан кейін мен сол кезде білдім баратынымызды. Оның алдында мен негізі туған күнге баратынымызда былай телефон арқылы құттықтадық енді. Жоқ, енді қалашы Тимур, енді 21 ғасыр ғой деп алдым да. Абылай осындай туған күнге құттықтайынға баратыр екенбіз. Сен келесің ба деп маған хабарлап жіберсеңдер, мен жандарыңнан табылатын едім ғой сол жерде. Мен ойладым, ешкім бармайды екен. Мен бір өзім барып тұрсам, тағы да әңгіме болады да. Ешкім бармайды, мен бір өзім барып тұрсам, кеше ғана Ақеркеге анау-мынау деп адыран ғой, туған күнімен құттықтап барып тұр екенсің ғой деген тағы әңгіме болады, мен бір өзім баратын болсам. Осы көпшілікпен бірге барып мен де құттықтауым керек еді. Білмеймін мен жігіттердің мақсаты не болған ол жерде, не оймен істегенін білмеймін мен. Әлде Абылайхан сізге айтпа деп айтты ма? Мақсатымыз сол жерде Ақеркенің көңіл-күйін көтеру болды, басқа мақсат болған жоқ. Абылай айтпады ма дегенде жоқ. Біз сол 12 мен 1-дің арасында аны білдік, аяқ астынан бардық негізі. Негізі біз доставка арқылы жібергіміз келген. Одан кейін аяқ астынан бізде план өзгерді де, өзіміз барып құттықтайтын. Білмеймін, қайсыларыңыздың квартираларыңызда бір орын бар негізі? Адам аласыздар ма? Мен нандай адамдармен бірге тұрғанша? Жоқ, бұл жерде түсінбей жатырмын мен. Нұржанның өкпесі қара қазандай болып қалғанда, білмеймін, қызғанып жатыр ма? Енді қасында жүрген жігіттері айтпаса, бір ауыз ескертіңдер жігіттер, мен де барам деп айтып жатқан кезде. Жоқ, негізі Баласахан баратын адамға ол сылтау емес та, баратын адам. Қара, енді бұл жерде қанша адам, мен бір өзім баратын болсам, Тимур, ол әңгіме болады ол бәрібір. Сендер баратын болғаннан кейін бірге баруымыз керек еттетін болды. Білмеймін, бірақ мен көбірек енді Тимурдан бұрын Абылайханды ойлап тұрмын. Бәлкім Абылайхан айтпа деп айтты ма екен дегендей. Себебі енді жаңағы сөздеріне қарасақ дегендей. Білесің бе, Нұрка, кейде бір сәттің өзі бүтін өмірді өзгертеді. Ал сен маған сондай сәт болдың. Бір-ақ рет 30 минутқа келдің. Бірақ мен сол 30 минуттың әр секундың күні бүгінге дейін есімнен шығара алмаймын. Сол күні аспан тұнжырап тұрды. Қала тыныш еді, бірақ менің ішімде дауыл. Мен терезе жанында сағатқа қайта-қайта қарадым. Жүрегім соққан сайын сағаттың тықылы да қаттырақ естілді. Сен келесің бе, келмейсің бе, білмедім. Бірақ сен келдің. Қарапайым көйлек, шашым желмен тербеліп, көздеріңде әлде бір мың бар. Сен күлдің, бірақ жүрегің жылап тұрды. Сол сәтте мен түсіндім, бұл кездесу ұзаққа созылмайды. Бірақ бәрібір мен дайын болдым. Біз отырдық. Кофе суып кетті, сөздер таусылды. Бірақ үнсіздік бізді сөйлетті. Сен маған өткенің туралы айтпадың, мен сұрамадым. Бірақ сенің көздерің бәрін айтып тұрды. Жара, арман, бала. Мен сол сәтте саған ештеңе уәде етпедім. Себебі махаббат уәде емес, ол тек сәт. Ал біздің сәтіміз 30 минут қана. Сағат 19:00-ден 19:30-ға дейін. Бірақ сол жарты сағатта мен бір өмір сүрдім. Сен маған қарадың, менде үміт пайда болды. Сен қолыңды ұсындың, мен жылулық таптым. Сен үнсіз қалдың, мен түсіндім.